Сәлеметсіңдер ме, балалар? Суретке қарайықшы. Не көріп тұрсыңдар? Иә, бұл су, вода. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Мен салқын су ішемін». Сабақтың мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда қызығушылығы бойынша сұхбаттасына сұрақ қою, диалогке қатысу барысында этикет сөздерді қолдану. Ребята, вы сегодня научитесь отвечать на вопросы, составлять диалог. Жаңа сөздер: салқын, суық, холодный, холодная, холодное. Су, вода. Ішемін, пью, ішпеймін, не пью. Ауырып қаласың, заболеешь. Балалар, менімен бірге жаңа сөздерді қайталайық. Салқын, суық, су, ішемін, ішпеймін, ауырып қаласың. Балалар, оқулығымызды алып 37-ші бетті ашамыз. Мына диалогты тыңдаймыз. Әлібек, сен су ішесің бе? Иә, мен су ішемін. Мен салқын су ішемін. Әлібек, жылы су іш, суық су ішпе, ауырып қаласың. Мен суық су ішпеймін, жылы су ішемін. Ребята, еще раз самостоятельно прочтите диалог. Переведите. Ал енді осы диалогке қатысты сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлібек не ішеді? Я, Әлібек су ішеді екен. Қандай су ішеді? Әлібек салқын су ішеді. Келесі тапсырма 37-ші бет. Суреттерге қараймыз. Бұл не деген сұрақтарға жауап береміз. Бұл не? Бұл сәбіз. Бұл не? Бұл анар. Бұл не? Бұл апельсин. Бұл не? Бұл нан. Бұл алма. Бұл не? Бұл қызанақ. Жарайсыңдар, балалар. Сендер де осылай жауап берді деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Жазылым. 37-ші бет, 2-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Ребята, в этом задании вместо многоточия вы должны поставить нужные буквы. Мысалы, бірінші сөзге қараймыз. Қандай әріптер жетпей тұр? Ойланып көрейік. Бұл сөзде «ы» деген әріп жетпей тұр екен. Келесі тапсырма. 38-ші бет, 3-ші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. Балалар, үлгіге қараймыз. Осы үлгі бойынша сендер диалог құру керексіңдер. Сұрақтарға назар аударыңдар. Бұл су ма, шырын ба? Бұл қандай су немесе шырын? Шырын су қандай? Сен қандай шырын немесе су ішесің? Ребята, в этом задании вы должны по образцу
составить диалог. Отправляем голосовым сообщением учителю. Кері байланыс. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, жеңіл болса, жасыл түсті таңдайсыңдар. Егер сабақта сұрақтар пайда болса, ойландырса, сары түсті таңдайсыңдар. Егер тапсырмалар қиын болса, сабақ түсініксіз болса, қызыл түсті таңдап маған жібересіңдер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.